Астана ауданының әкімдігі Қазақстан әкелер қауымдастығымен бірлесіп, әке бала өмірінің шамшырағы атты кездесу ұйымдастырды. Әке деген ардақты атқа лайықты, отбасының тірегі көпке үлгі болып жүрген ер азаматтар арнайы шақырту алды. Арасында көп балалы, жалғыз басты әкелер де бар. Форум қатысушыларын Алматы ауданы әкімінің басшылығы құттықтап, ерлігімен көпке үлгілі ісімен елге танылып жүрген әкелерге алғыс хат берді. Былтыр маусымның 3-ші жексенбісі әкелер күні деп ресми түрде бекітілді. Биыл бұл мереке екінші рет атап өтілді. Айта кеткен жөн, қала бойынша әкелер қауымдастығына 1500-ден астам белсенді әке мүшелік етеді. Бұл шара негізгі қозғалатын мәселе жазғы уақытта балалардың өмір қауіпсіздігі және олардың құқықтарының қорғалуы. Себебі жазғы уақытта балалар еңбекке көп араласады. Сонымен қатар жол қауіпсіздігі оқиғаларына көп түсіп жатыр, әсіресе мопед оқиғалары көбірек түсіп жатыр. Сонымен қатар әрбір тұрғын үй алабындағы ауылдардағы балалардың өмір қауіпсіздігін яғни сақтандыру мақсатында әкелер арасында рейдтік жұмыстар жүргізуді негізі қолға алу керек. Себебі түсіндіру жұмыстарын көрсету керек. Сонымен қатар ата-аналарға бала алдындағы өзінің жауапкершілігін жете түсіндіру жұмыстар ұсыныс ретінде айтылды.